берілді жақсы. Тастай берді. Бонус. Одан кейін мынау. Пиязанды. Одан кейін мынау. Сіздер әрқайсысы пайыз жұлдыз болады. Одан кейін сұрақтар қойып отан соғысы, 20-шы ғасырдың жартысындағы түркілік кезеңі. Мына жерде түркілік кезең моңғол қазақтары, Ресей империясы, алашорда ұлы отан соғысы, 20-шы ғасырдың жартысында Қазақстан, тәуелсіз Қазақстан туралы көптеген сұрақтар қамтылған. Осы бойынша бүгін жүргіземіз. Енді бұл бір сабақта алашорда өкіметі туралы да бар, тәуелсіз Қазақстан туралы да бар, және қазақ хандығы түркілік кезеңі туралы да мәліметтер келтірілген. Ал енді бірінші топ тастаймыз мынаны. Жүреміз. Алты жүреміз. Қасың қайсы? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Моңғол кезеңі сізге сұрақ қойылады. 300-ге жататын кем дегенде 3 жылды айтыңыз. Кем дегенде 3 жыл. Енді жауаптарыңызға бір қойда қалады. Екінші топ тастаймыз. Үшінші жүреміз. Қайсы тастаймыз? Түркілік кезең бар. Түркілік кезең өткен тапсыр. 942-1217 жылдары өткізген мемлекет. Орталық баласының орталасы. Үшінші команда. Моңғолстанға соғыс ашып әбден әлсіреген билеуші кім? Әмір Темір. Әмір Темір 1397 жылы атақты сәулет ғимаратын салуға бұйрық берді. Ол ғимарат сізге бір жылдан береді. Давай, жылдарында бере қойды. Бұл алдында ма? Иә. Моңғол кезеңі сұрақ. Бүгінгі тарихи ойынып, өткен сабақтардағы тарихи сәттерді еске түсіріп, өзара ойындадық. Бүгінгі сабақта біз тарихи ойындар ойнадық. Бүгінгі сабақ маған өте қызық ұнады. Өйткені бүгінгі сабақта бізде тарихи ойындар ойнадық. Біз ол кезде ойын ішінде ой басында осындай қаршылардан сұрақтарды оқып, өзіміз